бюджетпенен қамтыйғандар, үйірін қысырақтың қуып тұрсын. Бүкіл солдаттар мені қолдайды. Айтысты басқаларға бір табыс көздеп жатамыз. Сіз үшін бір шығын емес па бұл қазір? Шығын өте көп. Өкінетін сәтіңіз көп пе? Мөлдір жылап, аға әжемді алып кетті деді. Кеткенде сен кішкентай бүлдірген. Тағы ештеңе бүлдірген жоқсыз ғой өзіңіз. Өміржан ақын есіңде сақта, бірақта сары гүлдің сарғая күтіп екен дейді ғой. Армысыздар ағайын. Еларнаның эфирінде елдің өнерін насихаттау үшін сіздермен сенбінің кешінде қайта жолықтық. Эфирде айтыстың өткен қызықтарын елдің есіне салатын кімнің есінде хабары. Бүгін біздің студиямыздың қонағы ақын, сазгер, жылқышы Өміржан Көпбосын. Жүрсін Ерман ағамыз Өміржан жылқы жайлы жырлаған кезде кісінеп кеткім келеді деп өзіңізге баға берген болады. Міне осындай өнерпазбен бүгін сұхбаттасудың сәті түсіп тұр екен. Биыл 40-тың 40-асына шығып жатырсыз. Сондықтан сіздің өнер жолыңызда да көз жүгіртетін, еске алатын естеліктер көп шығар деп ойлаймыз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Осы әр айтыста жылқышы ақын деп хабарлап жатады сізді. Осы идея қайдан келді? Бірінші әңгімені содан бастайықшы. Мен 2015-тен бері шаруашылық ашып, жылқының селекцияландыру дейді ғой, жақсы үлкен сорттап, мұғалжар жылқы жинап, жан-жақтан мықты айғырдың аталық іздерін жинап жүргенде, жылқы жинап жүргенде, ұстазымыз Аманжол ағамыз Әлтаев бір жол сапарда келе жатқанда айтты: Өміржан, саған түптің түбінде бір ақын осы жылқы жайында сұрақ қояды, соған дайын жүруің керек дейді. Сол айналып келгенде сол бір айтыста қойды ғой бір ақын. Содан кетті жылқыдар. Сосын айтыстан кейін бір байқағаным, Өміржан Көпбосын барлық қарсыластарына бие атайды, құрығанда бір тай атап кетеді. Айтысты басқаларға бір табыс көздеп жатамыз. Сіз үшін бір шығын емес па бұл қазір? Алаған қолым береген дей ма қазақта? Күніне 100-ді беріп мыңды алсам да қалтам төбі тесік байымайды деп шашуға атамыз айтпақса. Жоқ, Алла несібесі қалдырмайды. Қайта бергеннен тұлмайсың ғой. Берем деп бермейсің, атағың шығару үшін бермейсің. Өз көңілің толқиды, жақсылық ұнайды. Жалпы енді өзім байсандамаймын ғой. Бірақ арқаның төрсінде өте жомарт адамдар көп болған. Оның бірі кешегі Естай сақи өткен, сосын Нұрлан деген сақи кісі өткен. Небәрі 25-ақ жас өмір сүрген. Сол кісі өте жомарт кісі болыпты. Бір күні бір жігіт жағдайын сұрап барса, бір алдына бір 20 шақты қой беріпті жаңа. Содан келе жатып Нұрланның әкесінің ауылының қасынан өтіп барады. Баласы 20 шақты қой берді. Әкесі одан да көп берер. Әкесінен де сұрайын деп жаңа. Әкесінің ауылына барып, осындай балаңыздан 20 шақты қой алып келетін жағдайын дейді. Енді әкесі одан сайын беретін шығар деп, сізге де келіп отырмын, бас сұғып дейді ғой. Сөйтсе әкесі айтады дейді: Нұрланға мен берем, маған кім береді деп, алдындағы қойдың бәрін сыпырып алыпты. Жаңа Нұрлан деген кісі айтпағым, астарға шақырады екен ол кісіні. Жан жаққа сыйлы адам болған, жастай көзге түскен, жомарт боп. Сол ұлы жүздің байлары бір асқа шақырып үйсіңдер. Сол астан бетпақта келе жатып, бір жапанда тұрған қоңырқай жұпыны бір кигіз үйді көріп атбасын бұрады шөлдеп. Сосын жаңағы үйге түссе бір ерлі-зайыпты жаңадан отау құрған адамдар екен. Сол Нұрлан мырзаны атынан қанып, бұндай кісі енді күнде шаңырағыма келе бермейді. Жалпы біздің бетпақ далада ғой енді. Жалпы үйімізге қонақ келе бермейді, қонақ болыңыздар, дәм ауыз теңіздер деп болмай отырғызады ғой. Содан дәмнен ауыз үлкен емеспіз ғой деп жаңағы қалады. Содан бір табақ ет әкелгенде жаңағы үйінде өзі бір бұзауы сиыр екен, соның бұзауын сойып жіберіпті ғой жаңағы жігіт. Сонда Нұрлан айтты дейді ғой: жалпы сиырдың етін жемейтін едім. Мен жомартпын ба деп жүрсем, менен де жомарт адамдар бар екен ғой. Жарайды, табағыңның несін қайтармайын деп сиырдың жаңағы басының, бұзаудың басының құйқасынан ауыз түйіп, содан шыны өлген екен дейді. Қыста арқа мен солтүстіктің ақ бораны шаруаларға жайсыз болды. Жұт келді. Оның үстіне көктемде еліміздің біраз аймақтарын
су басып, міне 10 облыста төтенше жағдай жарияланып жатыр. Бұл да бір жығылғанға жұдырық десек те болады. Алталаш болып, елдің амандығын тілеп отырмыз. Тезірек апаттың беті қайтып, мамыражай, мамырдағы күнімізге жетейік деген тілектің үстінде отырмыз қазір. Қазақтың бірлігі, бауырмалдығы осындайда көрініп жатыр. Жұттан шыққан жылқының жайы қалай болып жатыр өздеріңізде? Сол Сәмеке ханды не үшін айтып отырмын? Сәмекенің 17 мың жылқы біткен деп мақтанады ғой. Біздің бір ауылдың өзінде ИСЖ бойынша тіркелген 11-12 мың жылқы бар. Енді ол көрсетіліп тұрған. Көрсетілмегені қаншама, біз енді тығып тастайсың ғой. Баяғы Совет үкіметі сияқты меншікті жылқы болған, Совет үкіметінің жылқысы болған. Совхоз уақытында біздің ауылда 2 табын жылқы болған, әрі кетсе 2 мың, 3 мың жылқы. Ал қазір 17-15 мыңдай жылқы бар. Жайылым тар. Негізгі мәселе осы. Жылқы жайылатын жері аз, жылқы содан күйе кетеді. Сосын бұрынғыдай жылқышылар жоқ. Күзекке көшетін, жайлауға көшетін, қыстаққа көшетін. Бір жерді алып аламыз, бір 230 гектар, 300 гектар, 1000 гектар жерді. Сол кезге жая береміз, жылқыны айналып, егіре береміз. Ол егіре берген жылқы семіз болмайды, арық болады. Қысқа сол арық күйінде түседі. Содан қыстың аяғы енді биыл 5-6 жыл болды ғой. Осылай созылып жүргеніне. Тура көктем шығатын уақытта жаңбыр жауады, арты жұт болып жүр. Оның таяғын көріп жүрміз. Елдер қазір шөп жинайды жылқысына. Бірақ енді осы жолы биыл үлгере алмады. Үлгере алмағанда жеткізе алмады. Қар жауды, қардың соңы аяз болды, ол жаңбыр жауды, ол мұз қатты, сонымен ел техникасы жете алмай, көп жылқы далада қырылды енді. Жасыратын жоқ, құрсағында құлын кетті, үлкен кәрілі малдың басы кетті, тай жабағы деген мүлдем жоқ, шығын өте көп. Жылқының тұяғынан қатты адамға ғана бітеді деген сөз бар ғой қазақта. Жылқы баққан адамды көрсек болды, ой байеке деп шығамыз. Ал бірақ оның шаруаның қаншама ар жағындағы мәселесі бар, қиындықтары бар. Ол жағы біздің көзімізге көрінбей жатады. Жылқы баққан Өміржанның жырын жұрт біледі. Ал мұңы қандай екен жылқышының? Оңай емес енді, жасыратын жоқ. Бізде мына қазіргі уақытта айғыр ұстайтын уақыт, төлдейтін уақыты жылқының. Одан кейін айғыр қосатын уақыты, ол бір бейнет. Майда құлын, желіге құлын тартамыз, қара құлақ құлындарды үйретесің, ол бір бейнет. Жаздың ыстығында шыбын тұрғызбайды, ол бір бейнет. Ол айтыс пен жайлаудың арасында жүргенде өзіңіз шаршап қалмайсыз ба соған? Жоқ, енді соны тиімді пайдаланасыз. Мен ана айтысқа көп шыға қоймайтын да соғы, жүрсін аға ренжиді ғой. Көптен көбең жүрсің, осы айтысқа шықсайыз дейді. Мен айтам, жүрсін аға, тура қазір андай жағдай болып отыр. Ол жылқыны бір рет деп сайын, сосын шығайсыз, күз болады. Күзде уже тағы да күзекке қарай жылқыны қысқа дайындау керек. Қыста енді жылқының бізде өзен жағы соғынан жылым бар. Жылымға түсіп кетпесін деп, жылқыны бір шарда қақ қоймасын деп, мына жылқы шарлап тастаса маңайында, шыға алмай қақпайса, ол да жылқыға қиын. Сондықтан жылқының жайылым жерін ауыстырып отыру керек. Оны аптасына бір 2 рет барып отпасаң, ол да қиын. Сондықтан бейнеті бар әрине. Бақташы мәселесі, бұл? Бақтасы мәселесі өте ауыр. Қазір 200-300 мыңға адам таппайсың. Семья дейді, жанұялық. Жылқыға қарайтын тем более. Жылқының тілін түсінетін адам табу қиын шығар. Солай да. Қазір өзі бізде китайский жылқышы деп ат қойып алған, мотоцикл мінеді, жылқы қайыратын жігіттерді. Аға жылқышылар аз қазір, үлкен жылқышылар аз, жылқының жайын білетін. Жылқының тақырыбына кетсек, әрі қарай тереңдей беретін сияқтымыз. Бара берейік. Айтыстарыңызға бір тоқтайық. 2016 жылы Астана қаласында өткен республикалық айтыста Сара Тоқтамысова мен Өміржан Көпбосынов айтысты. Сонда сізге Сара Тоқтамысова жылқышы деп қалжыңдайды. Сол айтыстың үзіндісін өзіңіздің орындауыңызда өзіңізден тыңдасақ. Енді ұмытып қалмасам көрейік. Еске түсіріп көріңіз, кімнің есінде біздің бағдарламаның аты енді? Ұмытқан дүниелерді елдің есіне салатынға бар. Сара екеуміз Қарағандыда Болашақ университеті бар ғой. Сол Болашақ университетінің магистратурасында екеуміз бірге оқыдық. Сол Сараны енді қалжыңда табаққа келмедің деп тиістім. Сосын ол айтады, менің қолымда диплом қызыл қалдым дейді. Менің алдымда сынып бар дейді. Ал сен не істедің? Сенің қолыңда құрық бар, алдыңда жылқы бар. Менің балта шаппайды мұртымда дейді. Сен ауылда жүрсің, дипломнан қор болып, алдыңа салып жылқыңды дейді ғой. Жылқышы болып кеттің, мал бақып кеттің дегенге берген жауабым ғой.
Сонда Өміржан былай деген екен, домбырасын қағып жіберіп. Түлкідей көрсетсең де түрлі өлең жүз, біз қайтып сын сағатта сыр берерміз. Ағаңды атқұмар деп айыптама, ол сөзге жауап беріп үлгерерміз. Біз қазақ атқа мінген адам көрсеп, құрметтеп орнымыздан түргелерміз. Қазыда алмастай түпсіз жырау, қазыдағы тыңдадық ат жайында түрлі өлең жүз. Батырлар жырын жатқа айтқан кезде, намысының шабытының желкенін үрлеген біз. Байыбына бармай тұр әңгіменің, біздерді жылқышы деп күндеген қыз. Қобланды жырын жаттап қолын алып, құртқа қыздың образына кірмеген қыз. Ер тарғынның таңғалып тарланына, ертегінің өмірін сүрмеген қыз. Мұны қалай түсінсін айтысайын, темір тұлпар ұтатын жүлдегер қыз. Тайбұрылдың қадірін қайдан білсін, Тойотадан басқаға мінбеген қыз. Сен сара қырмызымсың, қылықтымсың, бойыңда сұлулықпен тұнып тұлсым. Ағаңды атқұмар деп айыптамай, одан да десең қайтет білік тұлсың. Кешегі атқа мінген бабаларым, ұрпағым деген жоқ қой шыбық мінсін. Болсын деп үйір жылқың аман деп жырлады, емес пе жігіт жүрісін. Бір ұсыныс айтайын осы арада, көкелерім ойынын бұрып тұрсын. Қаладағы шіренген шенеуніктер далаға біз секілді жүріп тұрсын. Шиптарында шалқайып отырғанша, күлдір кісінетіп күлік мінсін. Сауналарда сыраны сіміргенше, саумалға таңдайлары жібіп тұрсын. Иттердің төбелесін қызықтамай, тайғынанын өкілеп үміт қылсын. Белсебет тебемізде белсенгенше, белдерін бес тайғырмен шынықтырсын. Бүйірі бүйжетпенен қамтыйғандар, үйірін қысырақтың қуып тұрсын. Жұртымның мойынына міне бермей, жылқыға да бір мезгіл мініп тұрсын. Той шіркін. Жатты өппін. Мүдірмей айтып шықтыңыз, тамаша. Бұл Өміржанның бертіндегі тақырыбы. Өткен күнге көз тастайық. Барлық өмірдегі сәттеріңіз осы жылқымен байланысты екен. Әскердің өзінде атты әскерде болдыңыз. Және әскердегі лақап-атыңыз Ақын деген. Сол әскерде жүрген кезіңізде айтысқа алғаш қадам басқан екенсіз. Мен енді үлкен ағам айтысты. Жамбыл Көпбосынов, елге туған ағам. Айтып өтейік. Қазір сол ауылдың әкімі. Ақын Жамбыл емес, әкім Жамбыл. Әкім Жамбыл. Бірақ мен өнер жолын қатты қаламадым негіз. Күреске барғым келді. Бір Спартакиада қолым сынды да, финалда күресіп отыр. Содан кейін осы таза өнерге бет бұрдым ғой. Жамбыл облысында Бурный дейді, Жуалы ауданында Бауыржан Момышұлы Батыр бабамыздың атында конный разведчик бар. ГЕП деп айтты. Горный егерский батальон дейді. Атты әскер. Наурызда бір айтыс ұйымдастырды. Қызық енді. Айтысқа шығып кеттім. Бірінші қарсыласым жеңдім, екінші қарсыласым жеңдім. Сол әскерде жүрген жігіттер ма оның барлығы? Әскерде жүрген жігіттер. Соны жеңіп болдым-ау деп отқанда, командир батальоны, қасында замполит батальоны Мәуленов деген кісі болды. Айтыста әжептәуір не жинаған кісі екен, біраз айтысқа қатысып. Сол Мәуленовті тұрғызып, Өміржанмен айтысады деді ғой командир. Содан ана замполит батальоны домбыраны қағып енді өзінде арқасы қосып кеткен болар, екеуміз айтсақ. Бүкіл солдаттар мені қолдайды. Мен тоқтамайым. Ұрып атырмын ана. Бүкіл армияның проблемасын айттым. Ана кісі, көп болсын, тоқтат деп сыбырлап қояды. Содан комбат ырза болып сол жолы отпускаға жіберді. Оған себеп, содан Жамбыл ағам ол ортада Сәтбаев қаласында мына Шынболат Ілдебаев атында үлкен сарай бар. Жұбайы Гүлсар апамыз жетекшілік етеді. Сол кезге мақтаған мен. Інім ана жақта Таразда қырып жатыр әскерде. Ақын келгеннен кейін комбаттарды аямай жатыр. Аямай жатыр. Офицерлерін де аямай жатыр деп. Содан мақтап мен рекламамды ұрып жүрген. Аскерден келгеннен кейін Жамбыл ағам алдады енді. Өзі ана Гүлсар апамызбен келісіп қойған. Ол кезде ақындар мектебі бар екен. Онда енді мынау қазір Қуандық Рахым кезінде Капкарашка болып Суперстартта танылған
Нұржан Керменбаев, Мержан Әлбек, бәрі сол кезде жас бала. Сол мектептен тәлім алып жүр екен. Жетекшісі жаңа Жамбыл менің ағам. Сол мені жаңағылармен айыстыру үшін маған айтпаған, алдап алып барады, музей көрейік, мұражай көрейік деп. Ділдебаев атындағы мұражайға кірем. Сосын балалар отырады. Отырам, соны қағатта бір қыз, Еркеназ деген қыз болды, есімде бар. Еркеназ маған тиісті. 4 шумақ. Содан мен алдымда домбырамен жауап беріп, сол кезде айтысып кетейік. Содан әзір тоқтады. Сосын Гүлсара апай маған жармасты енді. Сен нағыз айтыстың адам екенсің деп. Хабар агенттігіне. Гүлсара апай Шынболат Ділдебаевтың жары өнерін насихаттаушы. Аха, енді армияда жүргенде мен айтысқа ден қойғаным сол кезде жұма күні ме екен, сенбі күні ме екен, хабар агенттігінен осы жекпе-жек айтыс ұйымдастырылып. Соны үзбей көретін едім. Соның бәрі әсер етті жаңағы енді. Бүкіл ротаға қосып береді ма сонда? Бүкіл ротаға қосып береді, демалады. Кейде енді ротаның ыңғай келмей қалса өзім жалғыз көремін, ротаны шығарып жіберіп. Сол әсер етті ма, сонымен келіп осы айтысқа ден қойдым ғой. Сонда да тартпақтап жүрдім, бірақ Гүлсара апамыз көп еңбек етті. Бізді Байқоңырға апарып айтыстырды, Қызылордаға, Семейге жіберді. Сол кездерде Сәтбаев қаласының әкімі өмірден озып кетті. Қанат Сұлтанұлы Балмағамбет деген ағамыз болды. Өнердің жанашыры, шынайы жанашыры. Ол кісі күн демейді, түн демейді, кабинетіне шақырып алып, отырып әңгімелесе беретін. Айтыстың несін айтып, болашақ Сәтбаевты танытыңдар. Сәтбаевтан ақын шығу керек деп бізді алақанына салды, аялады. Сол кісілердің қамқорлығын көріп, айтысқа ден қойдық енді. Ол өкіртада жас ақындар ғой бұл енді. Жас ақындармен шығып жүрдім. Сосын Жезқазғанда бір университеттің айтысы болды. Соған барып қатыстым. Сосын айтысты қояйшы деп келдім шыны керек. Сол айтыста бастағаным кеше енді бетімді қайтып қалды кішкене. Сосын жаңағы Еркеназ деген қызбен сол жақта жолығам ғой. Сосын Еркеназға айтам ғой. Алла қалмаймын қыр соңынан зихрамды қолағын қамбар ұқсап деймін ғой. Как раз түріктің фильмі. Сол бекте ана Жаппар төре бар. Қыналы қардың хит болып отқан уақыты ғой. Сөйтіп айтам да 2 күннен кейін айтыс көріп отырсам, Ринат Сайтов Сарағам екен. Тура солай шумақты қайталап отыр екен да. Алла қалмаймын қыр соңынан зихрамды қолағын қамбар ұқсап. Сосын мен ойландым үйге, мынау өзім еліктейтін, мысалы айтысын үзбей көретін, өзім жанашырым жақсы көретін Ринат, енді ел танитын, елдің алдында жүрген үлкен республикадағы ақындардың ойы да мен ойлайды екенмін ғой, сөзінде мен, шумағында мен шығарып жүр екенмін ғой. Қой қолым алайын деп, сол шумақтан кейін айтыстың осы үлкен айтысқа шықсам деп арман. Маған да сондай бір идея келеді екен дедіңіз ғой айтысқа. Иә. Мен айтыс мен келген деп ұқтым мен. Содан алғашқы қадам басталды. Жезқазған қаласында өткен айтыста Қарлаш Әубәкіровамен сөз сайысы. Ана тілі айтысы. Тұңғыш шықсаң тұлпарлар сайысына, тәуекел тұсауыңды кесіп алам. Тақыр жерде табаның тайып кетсе, құлатпай қос қолыммен тосып алам. Қонақ деп қадіріме жетіп жатсаң, досымның қатарына қосып алам. Алайда артық кетсең, арқаңыздан бұзау тіс қамшымменен осып алам. Дауыл жырмен боратып жан жағыңнан, қан сорпаңды шығарып өшімді алам. Айналайын қарлығаш, қазақтың нағыз қызысың, қырмызы екен қылығың. Ақылың сенің керемет, қысқа болса да бұрымың. Тұсауымды кессең тәуекел, өр Алтайдан келіп ең, биік қой сенің тұғырың. Сұлу қыздармен сырласқан, сұлу сәкеннің сырымын, сырда туып қыр төскен, Шынболат ағам жырымын. Мен шаппай бүгін кім шабат, Ұлытаудың үнінде, Жезқазғанның төрінде. Мен шаппай бүгін кім шабат, Ұлытаудың ұлымын.
Айтыстың кірдім көшенне, атан жүктей жүк артып, бұзау тіс қамшы басам деп, кетпедің бекен сен артық. Жон арқамды тосайын, отырсаң қалқам құмартып. Соққаныңша соға бер, қан шыққанша арқамнан, жас шыққанша көзімнен, алады елім жұбатып. Ол абай менен кешегі шәкәрімдерден нем артып. Менің шығу шықпауым екі талай болды. Себебі Жүрсін аға жасы шыққан ақынды тексереді екен үлкен ақындарына салып. Маған айтты, Жүрсін аға сені сынайды. Кез келген ақынына 12 ма 13 ақын болды. Соның бәріне дайын болуың керек деді. Айтыспай жат. Содан әкімнің қабылдауына болдық. Жүрсін аға тұрды да, Өміржан Көпбосынов деген кім деді, тұрдым. Қайдансың деді, айттым, осындай елдемін. Шынболат Ілдебаевтың мұражайында дәріс алам, осындай сол кезден оқимын дедім мұражайда. Дайындалам айтысқа дедім. Сосын тұрды да маған, Шынболаттың шапанынан шықсаң айтысасың. Сен сынамай-ақ қойдың, давай, сәттілік деді. Одан кейін? Бір жылы 3-4 айтыс қатар өтті. Келесі жылында болу керек. Бабыр бидің айтысы, тағандай айтысы, Шынболат Ілдебаевтың айтысы, қатар-қатар 3-4 айтыс өтті. Соның бәріне қатыстым ғой. Салтанат Өтелбаевамен одан кейінгі айтысыңыз, е? Аха, Салтанатпен айтыстым. Салтанатпен айтысыңыз. Сол айтысқа тағы бір көз жүгіртейік, қарайық, өткен күнге естелік сапары болсын. Мен бүгін осы айтысқа шығарымда, бір ағаңыз өтінді жаныма кеп. Өміржанмен сөйлесіп көрші деді, бәлкім сенің тіліңді алар ма деп. Үйге қонбай қызаңдып түн кезетін, бойдақтардың бойындағы жаман әдет. Қыз көрсе қырғидай боп қадаладым, біз бұны ойлап жүрсек балама деп. Анам байғұс түні бойы ұйықтамайды, бір нәрсеге ұрынып қалар ма деп. Жан болағаң саған іштей өкпелекен, үйленетін күн өзінің болама деп. Арқаның ақ маңдайлы айдынына қашан ғана қонады екен шағала кеп. Кім болмаса келін жұмсап қол ұзарар, бір жақсылық қылмайсың да анаңа деп Өзіңмен жүргемеде қатар жүздім, әрине мен әзілді қатар білдім. Әр сен мені үйленбедің деп маған кінә тақпа, демеймін белім бекем босап жүрмін. Кешегі бір жан ақам бабам құсап, әр ауылға ойын сауық жасап жүрмін. Қыз дауылды қыздырып дүркіретіп, қыз емес кемпір шалдан батап жүрмін. Оралымның барында ойнап күліп, азуымның барында асап жүрмін. Қызығы 25-тің осы екен деп, қыздарды қысырақша матап жүрмін. Қыз бен жігіт айтысына сол кезден бастап қараңыз екеуіңіз жақсы екен. Бұл Аманжол Әлтайдың шәкірті болған кезіңіз бе, әлде ол кісіні әлі танымайтын кезіңіз бе? Ол уақыт Аманжол ағамен мен кездескен жоқпын. Енді елге кеп кетеді, сыртынан көргенім болмаса, бір тойда арнау айтып, Ғабит Молдамұратұлы деген тіл жанашыр ағамыз бар. Сол кісі шақырып алды да, не істеп жүрсің сен? Сенің жүретін жерің Астана ғой. Ой, Астанаға келмей сен жұмысқа орналастырайын деп шақырып, бір деген жауабын айтам деп, өзім қуанып тұрдым, ішімнен негіз. Үш күннен кейін звондап барам дедім. Сол келдім, келген бойда бір 2-3 күннен кейін сол бірінші мақсат Аманжол ағамызға бару керек болды. Бардым ағамның үйіне, звондасып, батасын алдым, мақамға рұқсатын алдым. Сосын ағам өзі шәкіртім көп қой, бірақ сенің келгенін қуанды, менімен ақылдасып отыр, айтысыңды деп сөйтіп көңілімді көтерді. Сол 2007-нің қысы болса керек. Содан бері сол ағамыздың қасындамын ғой. Қазақтың біртуар перзенті жазушы Рахымжан Отарбаевтың жанына еріп, інісі болып араластыңыз.
Ол кісімен таныстығыңыз қайдан басталды? Және сол Рахымжан Отарбаевтың жанына ергенде өміріңізге сабақ болатын дүниелер, ерекше оқиғалары, айтқан сөздері есіңізде бар ма қазір? Марқұм болып кетті ғой, Құдай рахмет қылсын. Нағыз осы қазіргі қоғамға керек ақсақал еді негізі. Таныстық қайдан басталды? Таныстығымыз жаңағы айттым ғой, тіл жанашыры деп Ғабит ағамыз таныстырды. Ол кезде Рахымжан аға Ақордада жұмыс істейді, президент аппаратында. Бір көргеннен өзі мені ұнатты ол кісі. Шайға шақырады өзі. Мен енді келген баламын. Сосын ауылдың, елдің әңгімелерін сұрайды. Сосын сөйтіп жүргенде мен айтысқа қатысып жүрдім. Айтысқа да ойлар беріп жүрді. Бір күні қызық болды. Мен Аралбай Батырдың 325 жылдығынан бір Жигули семерка көлік ұттым, білесің өзің. Аға көлік ұтып әкелдім дедім. Ертесін айтты, балам, інім сол Жигулимен кеш деді. Ол уақытта менде джипта болатын. Сосын Жигулимен барам. Ағамыз қызыл галстугын тағып алады. Қара портфелін алдына лақтырады. Образға кіріп, Жигулидің артында отырады, шалқайып. Сосын енді күнде солай. Бір жеті болды, екі жеті болды, таңғаламын мен. Бір күн шай ішіп отқан сұрадым. Аға неге Жигулимен, Жигулиға неге құштарсың, неғып Жигулиді шақыра бересің, мен Жигулимен деймін ғой. Сосын айтады, әй балам дейді, інім дейді. Кезінде жазушылар одағына сен сияқты келіп, енді бала болып келгенімізде Оралхан Бөкей ағамыз қызыл галстугымен, кала-кала шалбарымен Жигулидан түсіп тұратын қара портфель. Сол менің арманым еді дейді. Ол арманым орындалды ғой кейін дейді. Бірақ сол уақытта Жигули алам деп армандап жүрдім дейді. Қаншама ақша жинадым дейді. Енді Жигулиге ақшам жетейін деп жететін кезде ақша ауысып кетті дейді. Содан ауысқан жинаған ақшама барахолкадан барып куртка сатып алдым дейді, бұқабек. Содан жаяу жүріп келе жатқанымда жаңбыр жауып кетті де, жазушылар одағының қасына келгенде ол курткам мынау төмен қарап бүйтіп пухының ішінің бәрі пухы, етегім битті да, әйелдердің курткасы сияқты болып қалды. Алдым да неге тастай салдым дейді. Содан сабан ақша. Содан қаншама еңбегім дейді. Содан кейін Жигули алмаспын деп бекінгем. Жигули алған жоқпын, бірақ сол енді арманым орындалса екен деп ішкі немді бастым дейді. Содан Рахымжан ағамыз көп кешікпей ұлттық академиялық кітапханаға бас директор болып келді. Мен ол уақытта акиматта тіл басқармасында жұмыс істейтін едім. Сосын соған өнер бөлімін ашып мені шақырды. Қасына көмекші болдым. Ғаның бір қасиеті Рахымжан ағамыздың сол кезде руханиятқа пияздың қабығындай болса да пайдасын тигізіп жүрген азаматтарды тартты. Жаңағы Молда Мұратовты тартты. Қазір Жошықханның романын жазып жүрген Ұларбек Дәлей, Бауыржан Қарағызұлы бәрін сол бір шаңырақтың астына жинады, Астананың жастары. Сосын сол жылдары Кәкімбек Салықов ағамыздың, Әбіш Кекілбаев ағамыз, абыз, Фариза Оңғарсынов апамыздың, Кенен Әзірбаевтың, Тараздағы Дәуітайұлының ағамыздың, сосын кімнің көп кеш ұйымдастырдық. Сол ұлттық кітапхана деген ұстахана сияқты болу керек деп. Сіздің айтқан, сіздің елдің әңгімелерінің өзі кейде сол Рахымжан Отарбаевтың сұхбаттарында да айтылып жататын түгін. Бұл бір рухани байланыстың әдемі сабақтастығы десек те болатын шығар. Біздің елде Жайма деген би өткен. Жайма бай болған өзі. Үлкен алып кісі болған. Алашамен көтеріп, арбасына отырғызатын болған енді, үлкендігі. Сол бір күні күміс ақшасын жоғалды. Қарынның қыртысынан табады ғой. 4-5 күннен. Ағаға соны айттым. Содан кейін бір менің әлі деген атам болыс болған. Сол болыс кісі Кәмпескеде ең соңында кетіп баратқанда жылқысының дені шұбар жылқы болған екен. Артына қарап, жаңағы жылқышы, бас жылқышысына Мақажан деген өзінің бауыры болған. Мақажан шұбар айғырдың үйірі су ішпей қалмасын деген деп кеткен екен де, бала шағада шаруа жоқ. Сол әңгімені айтқам, бір күні Рахымжан ағаның сұхбатым шықты, інім дейді. Сұхбатын оқып отырсам, сол 2 эпизод пайдаланды, 2 әңгімені. Жаңағы күміс шақшаны былай пайдаланды енді. Мына Совет үкіметі мен қазіргі тәуелсіздік заманы, біз осы 2 заманның ортасында қалып қойған, сол қыртысында қалып қойған күміс шақша сияқтымыз ғой деп суреттепті. Екіншісі жаңағы
әлі әкеңнің болыстың байдың кәмпескеде кетіп баратып артына қасқа айғырдың үйірі су ішпей қалмасын деп айтыпты. Мен де сол келер ұрпаққа кітап оқымай қалмасын деп айтып бара жатырмын деп пайдаланып. Сосын кейін жолыққанда ағаға айттым, аға енді мына кезде шұбар айғыр еді ғой, қасқа айғыр емес десем, інім ау біз жақта қасқа деген сөздің мағынасы терең ғой деп айтып еді. Бір жылдары осы TikTok желісінде ең көп таралған әннің бірі, трендке айналған әннің бірі, Бүлдірген Заттыбек Көпбосыновтың орындауындағы әнді көрермендер де біліп жүрсін. Әннің де сөзі де авторы осы Өміржан Көпбосынов. Көп адамдар фамилияңызға қарап Заттыбектің туысқаны деп жатады. Түрдің де ұқсастығы бар. Сол әннің шығу тарихын айтыңызшы, осы Заттыбекке қалай бердіңіз бұл әнді? Жасыратын жоқ, ойымда 1-2 жыл жүріп шыққан ән. Әні шықты, сосын сөз солай құрылды. Зәкеңнен бұрын бір інішектерім болды, Нұрмакс деген. Солар ел жақта орындап жүрді. Бір күні Серікзат Дүйсенғазин ағамыз концерт берді, шығармашылық кеш берді да, банкетінде Иранғайып екеуміз ғана қалып қойыппыз ақындардан. Сол кезде Заттыбек ағаммен танысу сәті бұйырды. Енді Көпбосынов болғаннан елең дейсің ғой. Түріміздің де жаңа өзің айтқандай ұқсастығы бар. Әңгімеміз жарасып кетті. Зәкеңмен өте ақ көңіл, жақсы кісі ғой. Аңқылдақ баған бауырмал. Әңгімеміз бірден жарасып кетті. Сосын мен менсінбейтін шығар деп ойладым. Айта салдым енді, шыны керек. Аға осындай бір Бүлдірген деген әнім бар еді. Сізге бергімге жүр, осы біраз інішектер айтып еді. Сіздің орындауыңызда шығатын сияқты осы әнді көресіз бе деп, жарайды жібер деді. Ағаға жібердім, ойым түстеме жоқ, керек қылмайды ғой деп жүргем. 2 күннен кейін хабарласты. Өміржан, мына ән керемет екен. Мен бұны орындаймын. Болды, келістік деп. Хит қылды ғой сөз әкең. Сол әнді екінші бір Көпбосыновтың орындауында тыңдайық онда. Балау сағыз балдан тәтті шекерім, жүрегіңде мәңгі болсын мекенім. Сырғасы бар сыңары жоқ сұлудың, кім ойлаған сары судан екенін. Мен кеткенде сен кішкентай бүлдірген, бүлдіргеннің пісетінін кім білген. Шыныменен сен осындай күлгілмен, дидарыңа ай сүйсініп күн күлген. Мен кеткенде сен кішкентай бүлдірген, бүлдіргеннің пісетінін кім білген. Шыныменен сен осындай күлгілмен, дидарыңа ай сүйсініп күн күлген. Күндіз күлкі түндірілаған ұйқымды, қобыз кеудем ән әуелеп күй тынды. Ақ жүзіңе жүз қарадым, тоймадым, айдан жарық жұлдыздардан сүйкімді. Мен кеткенде сен кішкентай бүлдірген, бүлдіргеннің пісетінін кім білген. Шыныменен сен осындай күлгілмен, дидарыңа ай сүйсініп күн күлген. Қырмырынды бидай өңді құбағыз, әлде мені танымай мей мына қыз. Сенбесеңіз анаңыздан сұраңыз, біз екеуміз бір ауылда тұрамыз. Мен кеткенде сен кішкентай бүлдірген, бүлдіргеннің пісетінін кім білген. Шыныменен сен осындай күлгілмен, дидарыңа ай сүйсініп күн күлген. Мен кеткенде сен кішкентай бүлдірген, бүлдіргеннің пісетінін кім білген. Шыныменен сен осындай күлгілмен, дидарыңа ай сүйсініп күн күлген. Ой, тамаша. Бірақ ештеңе бүлдірген жоқсыз ғой өзіңіз. Бала Өміржан дегенде, балалық шақ дегенде, көз алдыңызға не елестейді бірінші? Мына менің бір үлкен жеңгем бар, Бейсенкүл деген, ең үлкен әулеттің келіні ғой. Сол кісі айтады, кезінде дейді, келін болып түскенде, мен бала күнімде атқа құмар болдым деп, сол лайдан, саздан, пластиленнен ат жасайтын еді. Қаптатып, үйір жылқы. Сол жеңгем күйеуін айтады екен, осы түбінде осы Өміржанға жылқы бітеді. Сол кейіннен енді Аллаға шүкір алдымызға жылқы біте бастады ғой.
Соны ана жеңге айтады екен күйеуіне, Жұмажан деген ағамыз, Жұмағали. Көрдің бе, баяғыда мен саған айтып едім ғой, осы Өміржанға жылқы деп. Сол бала күнінен осы атқа құмар болдым. Біздің ана 90-шы жылдары шаруашылық бөлініп, үлкен шаруашылық ашты атамыз. Сол уақытта 20 шақты тайым болатын, өзім үйретіп, бірінен түсіп, біріне мініп ататын тұғым. Мысалға, кейде бір сыныптастармен отырып қалғанда, сен мектепте сөйтіп едің ғой, бүйтіп едің ғой деген ойымда жоқ. Бірақ сол жылдары қайшидың қасында қамшы жоғалттым, қайшидың қасында құлақ қалдым аттан. Соның бәрі ойымда да. Әкеңіздің де ақындық өнері бар. Ананың сүтімен келген бір қасиетте шығады бұл. Сол ата-анаңыздың өнегелі өсиеттері, қалдырған аманаты есіңізде бар ма? Әкем өзі ақын кісі негізі. 73 жылы бір ағамыздың келіннің бетін ашатын болып, сол әкесі совхоз директор Бекбосын деген кісі. Ғабдулла Шынат. Бақаш дейді елдің бар. Бақаш, осы сенің ақындығың бар, осы беташар жазшы деп. Беташар жазған беташар әлі бар. Сондағы шумақтары мысалға. Одан кейін біз тойға пайдаландық. Қазір енді біраз тамаданың аузында жүр десем артық емес шығар. Сондағы шумақтар енді. Есіңізде бар ма? Иә, есімде бар. Жатқа айтамын. Кез келген уақытта. Келіннің бетін ашып тұрғанда, таза бол, таудың аппақ қарындай бол, мөлдір бол, жаздың арай таңындай бол. Биік бол, өз еліңнің аспанындай, таза бол, әз халқың жанындай бол. Мол ырыс ортаймасын табағыңнан, көрінсін күн шуағы қабағыңнан. Көктемде гүл бәйшешек мәуеленген, өмірде басқан әрбір қадамыңнан. Бетіңнен ешкім сенің қайтармасын, мынау қандай келін деп айта алмасын. Кестері керегілерің керілгенде, шашақ шаңырақтарың шайқалмасын деп айтқан. Әкейдің шумағы. Иә, кеңінен тарап кеткен. Біздің елде Кәрібай мен Дәмештің айтысы деген айтыс бар. Кәдімгідей кітапқа енген. Сол айтыстың жазба нұсқасын жазып шығарған біздің әкей. Бір жылы осы жаңағы 16-шы жыл деп айтып қалдың ғой. Алтын домбыра айтысы желтоқсанның 3 күні өтетін болды, 3-4. Желтоқсанның 1 күні анамның туған күні. Анам ол уақытта ауырып үйде жататын біздің осы Астанада болды. Сол айтысқа дайындалып жүрсем, енді өзің білесің ғой, айтысқа дайындық бірдеме қимылдап кетсе ойың бөлінеді, тыныштық керек. Сол 29-30 күні әкеміз звондайды. Қаланың қақ ортасында тұрмын, келіп алып кетті. Содан барсам, ауылдағы үлкен ағам бар ғой, Жалын, әнші, дәстүрлі әнші. Соның көп балалы семья ғой, балалары 6-7 баласы бар. Соның 5-еуін алып келген әке келінмен. Қолында бір уыс сары гүлі бар. Ана балаларды елестеді. Апамызды көрмегелі көп болған. Иә, апаңды көрмегелі, шешейді көрмегелі көп болған больницадан кейін. Бір жағынан қуандым, бір жағынан енді дайындығымның бәрі кетті. Сосын әкеге ренжіңкіреп айтып қоямын ғой енді. Сары гүлі бар қолында. Басқа енді шешейге бірінші рет гүл алғансыз ба, гүл алмағаныңыз көрініп тұр. Сары гүл әкеп келіпсіз ғой енді. Басқа свет алмадыңыз ба деймін ғой. Содан әкейдің маған шығарған бір өлеңі ғой. Қала емес сенің далада болған мекенің, жазылып қалдың, сейіліп қалдау секемің. Өміржан ақын есіңде сақта бірақта, сары гүлдің сарғая күтіп екен дейді ғой. Шынымен сағынышқа айналып кете бар да, әкеңізден де анаңыздың да бір мезетте айырылу деген ол қара тастың өзін үгітіп жіберетіндей қайғы ғой. Сол сынаққа сынбай еңсеңіз тік көтеруде бір ерінің қолынан келетін дүние деп білем. Мүмкін сол кісілердің тілегінің арқасында осылай елдің алдында жарқырап жүрген боларыз. Өткен күнге көз тастасақ, өкінетін сәтіңіз көп пе? Ана жайында айта алмай кеттім. Айтайын, сосын тоқталамын. Шешемнің ауырып жатқанда бір айтқан әңгімесі, Жаңарқа ауданында шешем алтын медалға бітірген, Сәкен Сейфуллин мектебі. Сосын 3 ай демалыс бар емес па? Сол уақытта совет үкіметінде бос отырмайды, жұмысқа жібереді ғой. Біздің ауылға жаңағы Карл Маркс совхозы ол уақытта жұмысқа жібереді шешем. Сосын ол біздің үйге түседі. Өзі кезінде өзі бір бидің үйі де болды, би түсетін де үй болды. Аналарымыз, әжелеріміз айтып отыратын, Әлкей Марғұлан да жатты. 3 ай баққан Әлкей Марғұлан зерттеп келгенде деп әжем айтып отырады. Сол анам біздің үйде жатып жұмыс істейді. Сосын үлкен әжеме ұнап қалса керек. Содан
кететін уақытта қимай әкем екеуін шымылдырып құрып шашу шашып үйлендіре салады ғой. Сосын ол қыздың шешемнің үйіне жетеді енді қуғыншы. Ол уақытта шешем өзі Шайдар деген, мынау Шайдар мерген болған, заманның заңғары болған Шайдар деген кісі. Сол Шайдардың жалғыз қызынан тарайды, кенже қызы. Шайдардың бір ұлы райкомның хатшысы болып дүркіреп тұрған кезі Жаманқұл Шайдар деген кісі. Сол кісі мен қызымды оқытам бермеймін деп, қайтып әкпелем деп, Волгасын заводтаттырып, атқа қонады ғой. Сол кезде жаңағы шешем Тұңғатар елінен, Тұңғатардың ақсақал, көксақалдары үйге жиналған, Шолақ молда деген кісі болады, елге сыйлы. Сол Шолақ молда қайда барды, кімге барды, тоқтат, тыңдайық дейді ғой. Айтады, осындай Таманың елі, әлі болыстың баласы екен кезінде. Көпбосын дегеннің әлінің немересі Көпбосынның баласы дейді. Сонда Шолақ молда айтты дейді. Ақыл сара, ақылым тыңдасаң, Жаманқұлды жолдан қайтар. Қызың жаман жерге барған жоқ. Мен білетін әлі болса, 5 болыс Таманың тұтқасы болған. Қызың үлкен шаңыраққа барды, киелі жерге барды. Сен қайта қызың айт, жалаңбас жалаң аяқ жүрмесін деп айтты. Сол шешем айтады ғой, сол сөзді естігенде мен өмір бойы сол өнеге тұтып, жалаңбас жалаң аяқ жүрмеуге тырыстым деп бір айтқаны бар еді. Бір жылы анам қайтты, әкем қайтты, одан кейін әжем қайтты. Сол өкінетін бір нем бар енді. Бір күні анамды Жезқазғанда больницада операция жасады. Сосын аяқ астынан тағы жасау керек болады деп, бір жетіге жеткізбей, апыл-ғұпыл 2 операция жасатып жүрді. Күтім керек дегеннен кейін біздің Астанаға, біздің үйге келді. Мен өзі бірінші этажды өзім көрдім, бірінші қабатта үйді әдейі әке-шешеме арнап алған, ауылдан келгенде еркін болсын деп. Сол бір жыл жатты үйде, қаранып. Соңғы рет больницаға барғанында астан кестен болған жерде. Ана жерде отырған дәрігерлерді айғайлап ұрсып, срочно больницаға жату керек сізге деп, өз жұма күн. Мен енді қимаймын шешем, жатқызбайын десем ертең сөзге қаламын. Болды дейді, уже нәкісін айырылып қаласың сен дейді. Сосын анам айтады, 1-2 күн үйде болайын, ең құрмаса. Бай десем, мәкеп жатармын дейді. Ана дәрігер зірк етіп болсын. Болмайды. Бір жағынан ойладым мен не істей аламын үйде. Шешеге айтты, мен ана көндірді мен. Сіз больницада болғаныңыз дұрыс. Больница деген енді қанша дегенмен бәрі мамандары бар, несі бар, көмектесі. Сонымен больницаға жатқызып кеттік. Ертесіне мен әбетте түстік асты апаратын болдым. Сол уақытта бір жұмыстарымда қарбалас болып кетті. Бітпей қойды жұмысым. Үйдегі келіннің тамағы да піспей қойды, ма ұзақ кетті. Үйтіп алып шыққанша сағат 1 болды. Тұранның бойындағы кептеліске кеп тұрдым. Жете алмай қойдым. Шешеме сол жетті алмағаннан жете алмадым ғой. Қасында қарындасым болған. Біздің қолда болды. Мөлдір деген қарындасым. Мөлдір жылап, аға әжемді алып кетті деді. Сол сәттен кейін сол жете алмадым ғой. Жете алмай кеттім. Сол өкініш кейде бір қатты шешем бейтіне барғанда, шешем анам ойыма түскенде бір әттең үйде болған дұрыс педі қасымда деп жан тапсырған деп ойлайсың енді. Бәрі Алланың қолында ғой. Өмір, иә. Үлкен бабаңыз болыс болған кісі, қуғын көрген қазақтың ұрпағысыз. Енді сіздің үйіңізде Міржақыпқа арнайы сыбаға тартқан астау бар екен. Міржақып ас жеген астау. Сол астаудың тарихын айтып беріңізші. Ол сіздің үйде қайдан жүр? Және ол қай уақытта болған дүние? Бұл табақты біздің үйде жаңағы менің әкемнің шешесі, оның шешесі Ағымжан деген кісі, марқұм жаңағы болыстың әйелі, екінші әйел енді. Мықтылардың бәрі тоқалдан туады ғой. Екінші әйелі тоқалы. Сол кісі сақтаған, көзінде көрген. Дүние мүліктен айырылса да, малынан айырылса да, сол табақтан айырылмаған. Содан кейіннен майлап қойып қояды оны. Күтімі бар оның. Сосын үйге сыйлы қонақтар келгенде асады, ет тартады табақты. Сосын қалғанын бізге жаңағы түбіндегі несін жалатады. Міржақып бабаң қол салған табақ деп сөйтіп айтады. Сол есімізде қалып қойды.
Кейіннен атамыз зерттеп жүргенде 28-ші жылы кәмпескеленеді. Алаш Ордамен байланысы болады. Мынау Қараөткелмен Ақмешітке өту үшін оның Міржақып Дулатұлын өте құрметтеген. Сол Міржақып бабамыз сол үйге, біздің жаңа Әлекеңнің үйіне келіп ат айырбастайтын болған. Ат ауыстырып Ақмешітке кететін болған. Ол кісінің атын күтетін болған. Оны біздің елде Исатай деген 100-ге келген кеп қайтыс болған атамыз болды. Сол кісі айтатын: бала күніміз Міржақыптың Оян қазақ өлеңін әкелерің жастыққа тығып қоятын. Соны бізге беріп, елге тараттық. Тезде жаттап алып, тез тарады, халықтың жүрегінен тапты деп. Сол Міржақып сол уақытта бабамыз келіп жүргенде сол астаумен тартса керек. Сосын әкем көп болсын, атам көп болсын, партияға қабылдамаған. Жалғыз агроном болса да жұмыс қалмаған. Әкелеріміз де солай. Мен әкемнің інісі партияға өткенде партбилетін көріп атам жылапты. Өнердегі кезеңге тағы бір оралайық. 2016 жылы Алтын домбыра айтысында Рүстем Қайыртаймен айтыстыңыз Алматыда. Сонда сізге Рүстем шабуылдады: сен айтысып мұнда жүргенде жылқыңды қасқырды жеп кетпесін деп. Сонда берген жауабыңыз бар: ол рас, жылқы шедім құрық салған, соғымға ту биені шығып салған. Айтыстардан шеттеушем жазда жайлау, қысты күні қыстаудан шығып шарбам. Ат басын Алатауға алғаш бұрдым, Қарбекі бүйір жылқым тынышталған. Жылқыңды қасқырлар жеп кетпесін деп ұпай алғың келемей ұрысқаннан. Түс тағысы азайып жоғалып кеткен қазір, қанымыз қастыққа көп жұғысқаннан. Елміз деп көк бөрінің төсін емген, еңсемізді ұяламыз Тігістаудан. Дөкейлер вертолетпен аңға шықса, мың жыртқышты құртады бір ұшқаннан. Солардың арасында біреуі жоқ, қылмыскер ретінде шын ұсталған. Мені туған арқада арқар бітіп, сені туған азайды шығыстар. Жоқ бөріні айтып ау Рүстем, не пайда маңдай шекең тырысқаннан. Даланың қасқырларын автоматпен, қаланың қасқырлары қырып салған. Әлеуметтік желіден өзіңіздің де аңға шыққан видеоңызды, суреттеріңізді көріп жатамыз. Жаңа қасқырлардың тізімінде жоқсыз ба қазір өзіңіз? Жоқ, енді мен мылтық ұстамаймын. Мылтық бар ғой енді, бірақ мылтық атпаймын. Менің бір нем, далада жүретін бір жаным ләззат табатыны, сол аттың үсті тазы жүгіртем. Қансонар. Қазір қаланың балаларының ішінде қамшы мен жүгеннің не екенін білмейтін жас жеткіншектер бар, балалар бар, өкінішке орай. Сіздің балаларыңыз қаншалықты жылқыға жақын, даланың табиғатына жақын? Ой, біздің балалар, мен айтам ғой, оқыңдар, оқымасаңдар жылқышы боласыңдар деймін ғой. Давай кеттік дейді. Каникул уақытын күтеді. Каникулда біз қысты күні барып жабақ үйретеді. Жазда, көктемде барып тай үйретеді. 3 ай каникулда демалыста мен ағамның балаларын, өзім балаларымды тайғам, атқа мінгізем, жұмысқа салам, аямаймын, шыны керек. Ағаларымның балаларында аттың үстінде. Қазір енді 4-5 жыл осы шаруашылықта ашқалы шетелдегенді қойдық қой. Кеңес одағының батыры Тайымбет Көмекбаевтың құрметіне бізде Қызылордада үлкен айтыс болды. Барлығы жаңағы Тайымбет Көмекбаевтың немістерді қалай талқандағаны, жаудың тылын қалай талқандағаны туралы, соғыстағы көрсеткен ерліктері туралы бәрі, Калининмен кездескені туралы айтып жатты. Сонда Қайрат Құлыкешев деген аралдық ақын ағамыз бар еді. Соның 2 ауыз сөзі есімде қалып кетті. Кезінде атқа мініп жылқы баққан жігітке сөз болып па мылтық атқан деді. Міне сол секілді атқа мінген қазақтың алмайтын қамалы жоқ деп білеміз. Аттан түспеңіз. Жаңарқада кезінде мың көбі деген үлкен шара болды. Бір мезетте мың көбіні 1000 келіншек пісіп, сол Гиннесса рекордына кіретін басын Өміржан Көпбосынов балғымыз әнімен ашып берген түгіл. Менің әніммен пісілді сол 10.000 литр қымыз. 10.000 литрді пісуге жеткен әннің құдіретін
бүгін ел арнаның эфирінде бірге тыңдайық. Әні сөзі Өміржан Көпбосын, Балғымыз әні. Қымыз десе бір ел бар, еске түсетін, күрпілдетіп көбісін кеш кепсетін. Мейман болып келсеңіз, сыйымыз дайын, мейіріңді қандырып, местен ішетін. Сабаға сақтап сарғымыз, торсқа толған нарғымыз, көшпенделдің сусанай көнекке құйған барғымыз. Сарыарқада сапырып, сәкендер ішкен сәңгіміз, Самарқаннан таппайсың, Жаңарқандағы балғымыз. Жайлауында жігітке жылқы бақтырған, желісінде құлыны шұрқырап тұрған, бұл өлкенің бұрымды қыздарынан дей, қымызының иесі бұрқырап тұрған. Сабаға сақтап сарғымыз, торсқа толған нарғымыз, көшпенделдің сусанай көнекке құйған барғымыз. Сарыарқада сапырып, сәкендер ішкен сәңгіміз, Самарқаннан таппайсың, Жаңарқандағы балғымыз. Дәріптеуге тұрарлық дәмі келіскен, дәруменім мың артық дәріден ішкен, бірінітіне бір елдің айналып кеткен, біздің қымыз емес пе бәрінен үстем. Сабаға сақтап сарғымыз, торсқа толған нарғымыз, көшпенделдің сусанай көнекке құйған барғымыз. Сарыарқада сапырып, сәкендер ішкен сәңгіміз, Самарқаннан таппайсың, Жаңарқандағы балғымыз. Сабаға сақтап сарғымыз, торсқа толған нарғымыз, көшпенделдің сусанай көнекке құйған барғымыз. Сарыарқада сапырып, сәкендер ішкен сәңгіміз, Самарқаннан таппайсың, Жаңарқандағы балғымыз. Жылқымен басталып, қымызбен аяқталған тамаша бір рухани сұхбат болды деп ойлаймыз. Бағдарламаның бұлжымайтын дәстүрі ақыннан бір шумақ өлең, қолтаңба болсын. Бүгін кезек Өміржан Көпбосында. Ой маржанын сүзетін тереңдегі, қазақтың небір келген өрендері, есіме талай нәрсе түсірдің ғой, мейірбекені досым өнердегі. Ел арнаның ел жұрты қуанатын, хабармен көбейсін көрермен. Келесі аптада кездескенше аман сау болайық ағайын. Төл өнер төрден түспесін. Ел аман, жұрт